Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге борщқа арналған заправка жасайтын боламыз. Ең әуелі бізге қызылша, қызанақ, болгар бұрышы, сәбіз, пияз және де сарымсақ қажет болады. Біздер ыдысымызға 100 грамм сұйық майды құйып, пиязымызды салып, туралған 1 килограмм пияз бұл жерде араластырып отырып 2-3 минутқа қайнататын боламыз. Әрі қарай пиязымыздың үстіне үккіштен өткізілген 1 килограмм сәбізімізді қосатын боламыз. Араластырып алып, үстіне ет тартқыштан тартылған 1 килограмм қызанағымызды салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, біздер әрі қарай 4-5 минут қайнататын боламыз. Және де араластырып отырамыз. Бұның үстіне енді біздер үккіштен өткізілген қызылшамыз саламыз. Қызылша менде 3 килограмм бұл жерде. Оның үстіне 500 грамм болгар бұрышын саламыз. Дәміне қарай тұз, қант қосамыз. Тұз 4 қасық, қант 6 қасық. 6 ас қасық яғни. Және де заправкамыз дайын болуға қалғанда 5 дана сарымсағымызды уақтап көріп үстіне қосатын боламыз. Оны да әрі қарай 5 минутқа қайнатып алып, дәмін қарай отырамыз. Және де 2 ас қасық оның үстіне уксус құятын боламыз. Уксус құйғаннан кейін біздер оны оттан аламыз ыдысымызды. Алдын ала дайындалған банкамызға құямыз. Банкамызға құйып алғаннан кейін жылы жерге орап, әбден суылғаннан кейін оны салқын тоңазытқышқа салып қоямыз. Жасалу жолы өте оңай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де қолдануда ыңғайлы. Астарыңыз дәмді болсын.